Қайырлы күн, қыздар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, осы бойда тіркеліп кетіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазыны қалай тұздаймыз, қалай айналдырамыз, жалпы қазы жасауды көрсететін боламын. Мына менде жылқының бір қабырғасы, әлі бұны мен етін қабырғадан сылып алған жоқпын етті. Қазымыздың дәмді болып шығуы, ол ең бірінші біздің қалай тұздаймыз, бұрыштаймыз, соған байланысты болады. Мен көбіне қазыны осы 3 затпен ғана тұздаймын. Ол чеснок, қара бұрыш және тұз. Чеснокты осылай үткіштен өткізіп аламын. Чөрпеден ең алдымен. Сосын чеснокты өткізіп аламын. Содан кейін тұзымды саламын. Менде бұл жерде көз мөлшерімен тұзды салам, содан кейін қара бұрышымызды қосамын. Үлкен қасықпен толтырып, бір қасық салсаңыздар жарайды. Осыны барлығын араластырып, дайындап қоям. Мінекей, мына жерде мен ішектерін жуып дайындап қойдым, және бауырды алдым. Бауыр бізге не үшін керек? Бауырды лайфхак болсын сіздерге, мына ішекті жуандату үшін пайдаланамын. Көбіне ішегіміз жуан, соған қарамастан мен бауырды өткізіп аламын. Өткізген кезде мына ішегіміз одан әрі жуандайды. Сонда мына етті салған кезде оңай салынады. Жылдам және оңай салынады. Сол үшін мен осылай бауырды, осы жылқының бауыры осылай өткізіп шығам. Бұл сіздерге бір лайфхак болсын. Мінекей қыздар, мына жылқының бір жақ қабырғасы, осы қабырғадан қазір мен етті сылып алам. Сосын қазыға ішекке салған кезде сіздер мына қазыны былай көлденеңнен емес, ұзыннан тілесіздер. Ішекке солай салынады. Бір жақ майы. Енді осыны қазір қабырғадан сылып аламыз. Өстіп сылып аласыздар. Сосын қазыға салар кезде осылай ұзыннан кесесіздер. Ұзыншалап. Қабырғаның осылай ұзындығымен, қабырғаның бойымен кесесіздер. Мінекей етімізді тұздап алдық. Енді осы етті қазір мына шектерге саламыз. Мінекей қыздар, мына шекті осылай алып, сосын мына шетінен бастап жайлап сала береміз. Екі шетін шығып кетпейтіндей етіп жіппен қаттылап байлап тастаңыздар. Қазыны қайнататын кезде де, қазанға салып пісірген кезде, жаңағы инемен тиісіп жіберген жөн. Әйтпесе қазыларыңыз жарылып кетеді. Мінекей, бір асымға, еттің қасына осындай қазы жетеді. Осылай жалғастырып сала бересіздер.